Арада 7 жыл өтті. Одан кейін мен тағы бір қыз баланы дүниеге әкелдім. Бірақ оны қалай көтергенім, 9 ай бойы қалай жүргенім, толғатқаным, өмірге әкелгенім ешбірі есте жоқ. Тіпті қазірге дейін қалай өсіп жатқанын да білмеймін, сезбеймін. Психологиялық ауытқу болғаны анық. Мамандардың көмегіне жүгініп, шерімді тарқатып, өз-өзімді әсте-әсте қолға алып келе жатқан бетім еді. Орны бітіп келе жатқан жүректегі жара қайта ашылып кеткендей болды. Күйеуімнің ағасы бар тұғын, көрші елде тұрады. Сондықтан оларды көп көрмейміз. Тек балалары жоқ екенін білетінмін. Енді қайнағам мен абысыным елге келіп кетті. Келген кезінде де бізге соқпай бірден ауылға, қара шаңыраққа кететін еді. Мен де депрессияға түсіп, біреуге мойын бұруға шамам келмей жүрген кездері ештеңеге қызықпадым. Ағасы мен жеңгесі келгенде күйеуім жалғыз өзі ауылға барып келетін еді. Қызым есейген шақта оны да ертіп баратын. Мен бармаған енем мені кіргізбейтін еді. Енеме қасарысқанда олармен мүлдем араласпай, күйеуім мен қызымды да жібермей қоюшы едім. Бірақ әке-шешемнің маған берген тәрбиесі олай емес. Ренжіскен енем екеуміз, күйеуімнің қатысы жоқ. Ол да екі оттың ортасында қалды ғой деп, ер азаматыма жаным ашитын еді. Қандай адам болса да ол туған анасы мен баласы ғой. Баласынан көз жасып, оны сағынудың қандай азап екенін жақсы түсінетін мен олардың арасына тұрмадым. Маған қандай мейірімсіздік танытса да анасынан баласын айыруға менің ешқандай құқығым жоқ. Әйтеуір күйеуімнің менен бас тартып кетпегеніне шүкір етемін. Анасы айтқан шығар, әлі де айтатын шығар. Бұндай келін маған керек емес, таста да басқасына үйлен деп. Солай дейтіні анық. Қылықтарына, маған деген көзқарастарына қарасам, қызымды да әжесіне жіберуге қорқып жүрдім басында. Бірақ сәл есейген соң тегін біліп өсу керек деген әкесімен қосып жіберіп отырдым. Әкесіне аманаттап, содан қайнағам мен абысыным бала асырап алыпты деп естідім. Менің қызым туылған еді сол кезде. Терең күйзелісте жүріп, оған да шын қуана алмадым. Құтты болсын, жақсы болған екен дедім, бірақ сол асырап алған ұлдары менің кішкентай кезінде жоғалтып алған ұлым емес пе екен деген күдік мазалап жүр соңғы кездері. Қызым айтып келеді, атам мен апамның баласы менің ағам ғой, иә? Анашым, ағам екеуміздің көздеріміз бір-бірімізге қатты ұқсайды. Екеуміз ойнадық, балмұздақ жедік. Әкем екеумізді қыдыртты деп, сол кезде ғана мен ол баланы көруге асықтым. Суретін көрсет десем, күйеуім көрсетпейді. Суретке түспедік деп абысынымнан сұраймын. Суретін WhatsApp-пен жіберіңізші, сүйкімді балақай шығар деп алдаусыратып түрін бір көруге зар болдым. Бәлкім олар менің ұлымды асырап алып, есейгенше көрсетпеуді шешкен шығар. Бала әбден бауыр бассын деп. Менің бар күдігім сол. Менің ұлым қайнағам мен абысынымда секілді. Ол әлі жер басып тірі жүргенін жүрегім сезеді. Содан бері менің жағдайым тағы да нашарлады. Жанымды қоярға жер таппай жүрмін. Оқиға осылай аяқталады. Каналыма лайк басып, тіркеліп, өз ойыңызды жаза кетіңіз.